Құрметті қазақстандықтар, әріптестер, ата-аналар, оқушылар, сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан, бейбітшілік пен тұрақтылық, бақыт пен амандық тілеймін. Әр шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын. Конституция латын тілінен аударғанда құрылыс, бекіту, орнату деген ұғымды береді. Конституция алғаш рет Англияда 1679 жылы және 1688 жылдар аралығында құқықтар жөніндегі биль деген атпен қабылданған. Жазбаша Конституция ең алғаш 1787 жылы Америкада, 1791 жылы Франция мен Польшада өмірге келген. Қазақстан Республикасының Конституциясының құрылымы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Бірінші бөлім жалпы ережелер, екінші бөлім адам және азамат, үшінші бөлім президент, төртінші бөлім парламент, бесінші бөлім үкімет, алтыншы бөлім конституциялық кеңес, жетінші бөлім соттар және сот төрелігі, сегізінші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару, 9-шы бөлім қорытынды және өтпелі ережелер. Жалпы ережелер 1-шы 9-шы бап аралығы, адам және азамат бөлімі 10-шы 39-шы бап аралығы, президент 40-48-шы бап аралығы, парламент 49-60-шы бап аралығы, үкімет 64-70-шы бап аралығы, конституциялық кеңес 71-74-шы бап аралығы, соттар және сот төрелігі 75-83 бап аралығы, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 84-89 бап аралығы, соңғы қорытынды және өтпелі ережелер 90-98 бап аралығын қамтиды. Енді Конституцияның тарихына көңіл бөлейік. Қазақ КСР Конституциясы 1926 жылы қабылданды. Қазақ КСР кеңес кезіндегі конституциямыз 1937 жылы, Қазақ КСР конституциямыз кеңес кезіндегі ең соңғы конституциямыз 1978 жылы қабылданды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алғаннан кейін конституциямыз 1993 жылы қабылданды және 1995-1998 жылдары конституцияға өзгертулер мен түзетулер енгізілді. Ата заңымыз туралы айтсақ, ең алғашқы 1993 жыл 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің конституциясы қабылданды. Тәуелсіздік алғаннан кейін. Ал 1995 жыл 30 тамызда және 1998-2007 жылдары өзгерістер енгізілді. Енді кейбір баптарға көңіл аударыңыздар. Қазақстан Республикасының Конституциясының 15-ші бабында әркім өмір сүру құқығы бар. 16-ші бабында әркімнің жеке басының бостандығына құқығы бар делінген. 29-ші бапта Қазақстан Республика азаматтарының денсаулығын сақтауға құқығы бар. 30-ші бапта тегін орта білім алуға кепілдік береді. 34-ші бапта әркім республиканың мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті. 36-ші бапта Қазақстан Республикасын қорғау, оның әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті. 38-ші бапта Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті. Құрметті қазақстандықтар, әріптестер, ата-аналар, оқушылар, сіздерді Конституция күнімен шын жүректен тағы да құттықтаймын. Жылдан жылға біздің басты құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Назарларыңызға рахмет.